Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге табада жасалатын хачапуридің рецептісін ұсынбақпын. Өте жұмсақ, нәзік және дәмі тіл үйіретін хачапуримізді дайындау үшін алдымен бізге 1 стакан ұнымыз керек болады. Ұнды табағымызға салып, мұнан соң 1 жұмыртқамызды қосамыз. Дәміне қарай қант, тұз қосамыз. Және де 1 стакан сүтімізді қосатын боламыз. Осындай ерекше тағамды таңғы асқа жасап ұсынсаңыздар өте керемет болады. Енді жақсылап араластыратын боламыз. Араластырған кезде ұнымыздың арасында комоктар қалып кетпегені дұрыс болады. Жақсылап венчикпен немесе миксермен де араластыруларыңызға болады. Немесе мен сияқты силиконды күрекшемен араластырсаңыздар да болады. Осылай жақсылап араластырып алғаннан кейін, ендігі кезекте ірімшігімізді қосатын боламыз. Арнайы теркадан өткізілген ірімшігімізді қосып, тағы да жақсылап біркелкі массаға келтіріп араластырып аламыз. Барлық қажетті ингредиенттерді төменде описание бөлімінде қалдырамын. Енді табамызды дайындап, майымызды жағып шығамыз. Аса көп май қажет емес, тек түбі жабысып қалмау үшін ғана жағып шықсаңыздар болады. Массамызды құямыз толықтай құйып, біркелкі етіп жаймалаймыз. Біркелкі етіп жаймалап алғаннан кейін, табамыздың бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. Астын жай отта қоямыз. Осылай беті қатқаннан соң, екінші жағына аударатын боламыз. Екінші жағы бірінші жағына қарағанда өте тез піседі. Хачапурimiz дайын. Бәріңізге ас болсын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп алғыс. Және де видеоны аса лайк басып, комментарий жазып, және арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бәріңізге ас болсын. Сіздермен болған Эльмира.